әдеттену үшін белгілі бір әрекетті күн, апта немесе ай сайын жасап отыру керек. Бұған біздің ұмытшақтығымыз кедергі болуы мүмкін. Бүгін әдетті ұмытып кетпеу үшін қолданатын құрал туралы айтатын боламыз. Баршаңызға сәлем, мен атым Саят. Мен сізге Notion арқылы жеке дамуға, әдет қалыптастыруға және өміріңізді реттеуге көмектесемін. Ең бірінші бұл жүйенің қалай жұмыс істейтінін көрсетіп кетейін. Ол үшін өзім қолданып жүрген жүйе, міне habits деп аталады, әдеттер. Бұл жерде ең басты екі кесте болады. Бұл жүйе алдында айтылған кітап оқу жүйесіне өте қатты ұқсайды. Біз белгілі бір әдеттерді қойып аламыз және әр әдетті жасаған сайын енгізулерге соны тіркеп отырамыз. Сонда бізде үстіңгі кестеде олар туралы ақпаратты көре аламыз. Мысалға, мынау қаржылық есеп дейтін әдетті алатын болсақ, бұл бізде апталық, апта сайын жасаймын. Және менде соңғы рет жасалғанымда 3 күн бұрын екені көрсетіп тұр. Және келесі датасы, келесі күні қайсысы екенін 19 мартта мен бұл әдетті тағы да жасау керекпін. Осылай әр әдетті жасаған сайын енгізіп отырам. Міне соңғы рет жасаған 3 күн бұрынғы, ол бізде 12 наурызда жасалған. Осындай жүйені қалай жасау керек екенін Notion'ның өзінде көрейік. Жаңа бет жасаймыз. Page атын әдеттер деп қойық. Мына жерге басамыз. Inline table. Бірден толық бетке қойып қойсаңыздар болады. Мына бетті дубликация жасау үшін Alt кнопкасын басып тұрып, және де осы жерден ұстап, астына қойсаңыздар, бұл бізде екінші дубликация жасалады. Тура осы кестенің әдетте осылай жасап қойық. Мынау бізде үстіңгісі аты әдеттер болады. Тоже. Ал астыңғысының аты әдеттер енгізулер болсын. Әдет енгізулер болсын. Енді ең бірінші мынау әдет енгізулерге 3 бетті жойық, фильтр қойып қойық. Бізге әр беттің аты маңызды емес. Сол үшін әдеттегідей сызықша қоя саламыз. Жаңа бет жасаған кезде аты жай ғана сызықша болып тұрады. Одан кейін мына әдеттерге 3 әдет қосайық. Әдет 1, әдет 2, әдет 3. Және де бірден келесін қандай әдетке байланысты енгізу екенін білу үшін relation жасайық. Relation, select database, әдеттер. Шығып тұр. Жасадық. Және де датасын қойық. Күні. Аттарын бірден өзгертіп қойық. Күні. Әдет. Аты дей салайық. Және әр әдетті жасаған кезде коммент қосқыңыз келсе, коммент дей салайық. Және ол текст болады. Енді мына әдеттердің жаңағы түрін қойып, біз айтқанымыздай апталық, айлық әдеттер болуы мүмкін. Мысалға, біреуде ол 10 күн сайын немесе 2 апта сайын әдеттер қайталанып отыруы мүмкін. Сол үшін олардың түрлерін жазу үшін мына жерге select дейік, атын қайталануы дейік. Және 3 түрлі жасайық. Бірінші апталық. Апталық create деп басасыз. Екіншісі
2 апталық болсын. Create деп басасыз, тағы да үшіншісі айлық болсын. Ай сайын қайталанып отырады. Енді осы 3 әдетті де бүгін жасағандай етіп енгізейік. Енгізу әдет бізде көргендеріңіздей бұл бізде алдыңғы басты бет жасаған кездегі әдеттерге relation болып кетіпті. Мына әдеттер жаңа деп қойық онда. Әдеттер 2 деп қойық. Және міне relation мен қателесіп кеткен болсаңыз, мына әдетке басасыз. Relation десте әдеттер 2 дейсіз. Сонда бұл осы жолы біздің үстіндегі әдеттер деген кестеге relation жасалды. Енді біз жаңа енгізу жасап, мына жерге әдеттер таңдасақ. Енді біз жаңа енгізу жасап, әдеттердің ішінен біреуін таңдағымыз келсе, осы үстіндегі 3 әдет шығып тұр. Әдет 1 жасаған болайық. Күні бүгін. Әдет 2, ол да бүгін жасалған болсын. Және 3-ші әдет, ол кеше жасалған болсын. Көріп тұрғандарыңыздай, әдеттер енгізулерге бұл кестеде де relation жасалды. Алдында айтып жүргеніміздей, ол екі жақтық нәрсе. Бір жаққа relation жасасаңыз, ол екінші кестеде шығады. Және біз бірден соңғы рет қашан жасалғанын көру үшін осы жерден roll-up жасаймыз. Roll-up атын соңғы жасалғаны деп қойық. Соңғы жасалды. Бұл жерге басамыз. Relation таңдаймыз. Әдет енгізулер. Күнін таңдаймыз. Және show latest date деген бар мына. Ең соңғы қашан жасалды. Мысалға бізде бірінші әдетті тағы да бір жасайтын болсақ, одан кейін бізге ең соңғысын көрсетеді. Мына latest date. Мысал болу үшін тағы бір бірінші әдетті ол бізде апталық болған үшін 1 апта бұрын жасадық деп ойлайық. 2 рет жасадық, бірақ бізге бұл ең соңғысы қана көрсетіп тұр. 10 сағат бұрын күн басталған кезде жасадық. Енді бізге мынау әдеттер кестесінде енгізулердің қажет жоқ. Сол үшін property-ға кіріп, related to әдет енгізулер дегенді өшіп қойсаңыз болады. Енді ең қызығы, келесі күні қашан жасалып керек екенін білу үшін біз формуланы қолданамыз. Білетіндеріңіздей, Notion негізі код жазуға артылмаған қосымша, бірақ ол жерде формулаларды жазуға болады. Белгілі бір заңдылықтарды қайталап отыру үшін. Мына астына өзім қолданып жүрген код формуланы жазып қойдым. Бұны түсіндіретін болсақ, ең бірінші if деген, егер бізде ол апталық болса, соңғы рет жасалған датаға 1 ай қосып бізге көрсетіп береді. Ал егер қайталануы апталық болса, ол бізге тағы бір апта қосып көрсетіп береді. Ал егер қайталануы мысалға 10 күндік болса, онда оған 10 күн қосып көрсетіп береді. Ал егер бұл үшеуіне де тән болмаса, онда қазіргі датаны көрсетіп тұрады.
бұл формуланы енді біздің мынау қазақша былайша айтқан кезде әдеттер кестесіне жазып көрейік. Тура осыны көшіріп аламыз. Осы жерге қоямыз. Және мынау property-лардың атын өзгертіп шығамыз. Мысалға бізде property қайталануы деген егер тең айлық болса, онда соңғы жасалды деген property-ға, мынау 10 сағат бұрын деп көрсетіп тұр ғой, соңғы жасалды деген property-ға 1 ай қосады. Дұрыс қой, келесі датасы ол әдеттің, ол 1 айдан кейін болу керек. Ал егер қайтадан жазайық. Қайталануы бізде тең 2 апталық болса, онда latest таңға ол бізде соңғы жасалғанына соңғы жасалғанына 2 апта қосамыз. Ал егер қайталануы апталық болса, қайталануы апталық болса, онда соңғы жасалғаны деген property-ға соңғы жасалды деген property-ға қанша қосамыз? 1 немесе 7 күн қосамыз, 1. Ал мына жерде соңғы жасалғаны деп жазылып кетіпті. Қандай қателік болғанын астынан қызылмен көрсетіп тұрады. Соңғы жасалды, біз қателесіп кеттім. Соңғы жасалды. Міне. Осылай мына көк батырма шығады, осы жерде дан деп басасыз. Міне. Көріп тұрғанымыздай, бірінші әдет ол бізде апталық, 10 сағат бұрын жасадық, ол бізде келесі 22 мартта 7 күннен кейін 2 апталық, онда 10 сағат бұрын жасадық, бірақ оның келесі қайталануы, келесі датасы деп жазып көрдім жерге. Келесі датасы 29 март, ал айлық әдет, бұл бізде 1 күн бұрын жасадық, және келесі рет 14 сәуір күнді жасау керек. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырыңыз, ұнаса лайк қойыңыз. Егер сізге жеке даму, әдет, тәртіп тақырыптары қызық болса, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып, келесі видеоларды жіберіп алмаңыз. Келесі видеоларда кездескенше.